Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз біреуді көре алмайтын адамның 7 қылығы туралы болмақ. Көре алмаушылық сезімі адамдарды ойланбастан әрекет етуге итермелейді, ал оның салдары өмірге жағымсыз әсер етеді. Қандай да бір адамның сізді көре алмайтынын қалай білуге болады? Біріншіден, ол сіздің жетістіктеріңізді құнсыздандырады. Жетістігіңізді көре алмайтын адам ол туралы сізге мойындай алмайды. Сондықтан біреулер жетістігіңізді елемеуге тырысады. Алайда еңбегіңізбен жеткен жетістікті құнсыздандыратындар да бар. Мысалы, олар сіздің жай жолыңыз болғанын айтады. Екінші, сізді ренжітетін қошемет сөздер айтады. Көре алмайтын адамдар да қошемет сөздер айтады. Алайда олар ренжіткіш және орынсыз келеді. Мысалы, жақында көлік сатып алсаңыз, көре алмайтын адам сізді құттықтайды, бірақ көлік моделінің ескі және түсінің біртүрлі екенін айтуы мүмкін. Үшінші, сізбен бірге қуанышыңызды бөліскісі келмейді. Егер досыңыз сіз ұйымдастырған кешке немесе қуанышты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келетін кездесулерге ешқашан келмесе, бұл оның сізді көре алмағандығынан болуы мүмкін. Алайда оның себебі сізде оның өміріне бейжай қарауыңыз мүмкін. Төртінші, сізге еліктейді. Танысының жетістіктерін көре алмайтын адамдар санасыз түрде оның мінез-құлқын және өмір салтын қайталауға тырысады. Кейде ол еліктеуге беріліп кететіні соншалық, оның әрекеті анық және тіпті күлкілі екенін де аңғармайды. Келесі, сені ыңғайсыз сұрақтарға жауап беруге мәжбүрлейді. Адамның сені көре алмайтынын тағы бір белгісі оның сізге ыңғайсыз сұрақтар қоюы. Сіздің жетістігіңіз оған ыңғайсыздық тудыратындықтан, ол сіз туралы жаман нәрсе білгісі келеді. Оған қоса ол сіз ыңғайсыз сұраққа жауап беру арқылы өзіңізді сенімсіз сезінетініңізді түсінеді. Ал келесі, нашар кеңестер беруі. Ол сізге орынсыз кеңестер беріп, сізді қауіпті әрекетке итермелеуі мүмкін. Қақпанға түсіп қалмас үшін басқа адамдарға жеке шекараны жайлы анық айтып үйренуіңіз қажет. Және де келесі, жетістігіңіз жайлы айтып жатқанда сөзіңізді бөле береді. Көре алмайтын адамдарды біріктіретін тағы бір нәрсе, олардың таныстарының жетістіктері жайлы естігісі келмеуі. Егер сіз жағымды бірдеңе айтып жатқан кезде, танысыңыз сөзіңізді бөліп, тақырыпты ауыстырғысы келетінін байқасаңыз, ол өзінің көре алмаушылығымен күресіп жүрген болуы мүмкін. Алайда мақтаншақтықты көпшілік жоғары бағаламайтынын да ұмытпау қажет. Сондықтан ұстамды болуға тырысайық. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.